атқарылып жатқан жұмыстар бойынша енді осы жерде волейбольный поле, баскетбольный поле, велодорожкалар салынып жатыр. Міне жолдың екі жағында атқарылады. Жұмыс получается екі этаппен жасалып жатыр. Қазіргі таңда мына теплотрассты ауыстырумен айналысып жатырмыз. То есть қазір қазып жатыр. Теплоснабжение ауылдың әлі өшірілген жоқ. Сол себепті қазір үстін қазып бір-екі күнде планируем, что будет отключение. И сол кезде өшірген кезде уже трубаларды ауысып бастайды. Енді қазір құбырлар дегенде осы жерде непосредственно благоустройство жүретін келесі жылы, чтобы мына болашақта трубаларды ауыстырып қайтадан жасалған жұмыстарды бұзбау үшін қазір бірінші именно благоустройство болатын жерлердің трубаларын ауыстырып. Жоспарда енді сол благоустройство дейміз ғой, енді получается жаңағы айтып өткендей детский площадкаларымыз, прогулочный зонамыз, фонтанымыз салынады, амфитеатр салынады. Біздің ауылдың үлкен мерекелерін өткізгенге жақсы орындар жасалынады деп ойлаймын. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелері және өзіміз тартылған сарапшылардың бәрін басын қосып, жаңа Бұқтырма кентіне келіп, қоғамдық мониторинг жүргізудеміз. Себебі бұл өңірде өздеріңіз білетіндей 2023 жылдан бастап абаттандыру жұмыстарын жүргізуге белгілі қаражат бөлінген болатын. Өткен жылдың соңында біраз жұмыстар атқарылған екен. Қазір міне қар кетіп жер кеуіп, мердігер ұйым жұмыстарын бастаған екен. Сол жұмыстардың қаншалықты сапалы жүргізіліп жатқан және осы бюджеттік қаражаттың тиімді игеріліп жатқан көзімізбен көріп, тиісті тұжырымдарды жасау үшін осында келдік. Бүгін жалпы тұрғындармен де кездестік, сөйлестік, мердігер ұйымында тыңдадық, жергілікті басшылықпен де жүздестік. Жұмыстар қызу жүргізілуде және мердігер ұйым жұмыстардың уақытылы аяқталатынын бізді сендіріп отыр. Әрине бұл біздің соңғы келуіміз емес, жұмыс барысында келіп жұмыстың осы қаншалықты уақытылы тиімді атқарылып жатқанын қарап отыруға, енді ол қарап отыру қоғамдық кеңес мүшелерінің осы бір міндеттерінің біреуі болып отыр.